Аризона штатына келдік. Таудың үстіндеміз. 7 сағат көлік айдап келдік. Оңай емес. Ауа деген бөлек. Бұл жақта атақты өзіміздің Алматыдағыдай шарын шатқалындай керемет жер бар. Соның тамашасын ойбай. Қазір сіздерге көрсетемін. Вай. Бөлек болады екен. Баяғыда Меккеге барған кезде, Қағбаны көрген кезде осылай таң қалған едім. Машалла. Қараңыздар. Бәрібір камера көздің көргенін бере алмайды. Осыны бір көрсем деп армандайтын едім. Аллаға шүкір. Негізі адам деген армандау керек екен ғой. Сенің жұмысың армандау. Ары қарай армандау деген негіз тілек қой. Ары қарай шаруа Алланың тірлігі ғой. Біз дұрыс армандап, дұрыс тілек тілей білсек, ары қарай барлығы орындалады екен. Барынша табиғи қалпын сақтаған қараңыздар. Ешқандай қоршау қоймаған, табиғаттың сұлу көрінісін бұзбағанда, темірлермен қоршап. Міне, мына жақ жар. Мысалы, ешқандай қоршау жоқ. Қалайсың не? Жағдай жақсы ма? Адамнан қорықпайсың ба сен де? Мына жерде музей бар міне. So I'm guessing again you kind of north to south, makes a turn to the south. And like how? To do a hike here. Музейдің өзін осы жақтағы көрініске лайықты қылып, таспен әдемілеп істеп қойған. Ішінің өзін киімдер бар. Естелікке сатып алсаңыздар болады. Үстіне шығып алдық. Бұл жаққа бірінші рет келіп тұрмыз, жолдарды білмейміз әлі. Бірақ бір ойымыз, анау асты жағына барсақ деген жоспар бар. Оған қалай барады? Жаңа кірген кезде $35 төлеп блокпосттан өттік. Сол жерде карта берді. Сол жерде картаны ашып көру керек. Астында атпен серуендететін жерлер бар дейді. Анау жақта көлдің үстінде көпір бар. Сол жақпен жүруге болады дейді. Көреміз. Can you find the bridge over the river? Басқа жерге келдік. Аризона штатының Хоршу деген жер. $10 беріп көлікпен кірдік. Енді бұлай қарай керемет жерді, керемет табиғатты көру үшін 20 минутта жаяу жүреді екенбіз. Соған кетіп бара жатырмыз. Көрініс, ерекшелік, түсі бәрі әдемі. Көзі демалдырады. Көп саяхаттап жүру керек екен. Негізі бізге көп саяхатқа шығу керек екен. Адам көп, туристер көп. Барлығы бір фотоаппараттан алған. Жалпы адам өзгеру үшін ең бірінші көп саяхаттау керек. Саяхат білімнің төте жол десе де болады. Саяхат таным көкжиекті кеңейтудің үлкен құралы. Саяхат ол мінезді түзеуші. Саяхат сабырды, қанағатты, кең ойлауды үйретуші ұстаз. Саяхат өз өміріңе сырттан қаратады, ойландырады, толғандырады, көзіңді ашады, дұрыс шешім қабылдауға үйретеді, асықпауға дағдыландырады. Жалпы мен үшін көп саяхаттаған адам ол өзін сыйлайтын адам. Өзін сыйлаған адам көп саяхаттайды. Себебі саяхаттау арқылы көп жетістікке жететініне көз жетеді. Өзінің тұлғалығының дамығанына көз жетеді саяхат арқылы. Ал тұлғалығын дамытқан адам өзін еш уақытта төмен жаққа сүйремейді. Тұлғалығын дамытқан адам
Былай айтқан кезде самооценкасын көтерген адам, жоғарылатқан адам өзін еш уақытта жамандыққа қимайды. Ол еш уақытта біреумен отырып өсек айтпайды, біреудің сыртынан жамандамайды. Ондай қылықтарға өзін лайықсызбын деп есептейді. Ондай жаман қылықтарды өзінің бойына сіңіруден қашады. Себебі ол саяхат арқылы көп білім алған, көп тәжірибе жинаған, таным көкжиегі кеңейген. Ол өзінің адамдығына, өзінің тұлғалығына нұқсан келетін нәрселерге, нұқсан келетін істерге бармайды. Саяхаттау мен қыдыру ол екі бөлек дүние. Саяхат тәрбиелеуші құрал. Саяхаттаған өңірің туралы ізденесің, халқының дәстүрімен танысасың, тарихына қарайсың, қателіктерінен сабақ аласың, мақсаттарына қарап мотивация аласың. Жастар немен айналысады, қарттар немен айналысады, барлығын көресің, зерттейсің. Сол өңірдің тұрғындарымен араласасың, сөйлесесің, өмірлік ұстанымдарын көресің, қарайсың, бағалайсың. Кез келген нәрсенің табиғи қалып сақталғаны жақсы ғой. Мына жерді қараңыздар. Ары қарай құз. Ешнәрсе қоршалмаған. Әрине қауіпті, дегенмен бұл жерге саналы адамдар келеді. Үлкен кісілер болса, қасында қараушылар, күтушілер бар, балалар ата-анасын қасында дегендей. Бірақ осылай табиғи қалпын бұзбай, бұл жерде осылай сақтаған екен. Ешқандай арматурадан қоршаулар жоқ. Қалай бар, солай сақтап қойыпты. Ар жақтарында бар, кішігірім суретке түсу үшін арнайы былай құлап кетпеу үшін жасаған. Бірақ бер жақтан да мен отырған жерде ешқандай қоршау жоқ. Міне арттың бәрі осындай. Ұнады. Астында тұп-тұнық бұлақ, су, тауда айнала ағып жатыр. Қайықпен жүзуге болады екен, шомылуға болады екен, адамдар жүзіп жүр. Бірақ бүгін енді кеш болып кететін сияқты. Ары қарай қазір Аризона штатынан Калифорния штатына қарай жету керек. Шамамен бір 9 сағаттай жол жүреміз. Барынша осындай бір әдем видеоларды көрсетуге тырыстым сіздерге. Шаршамаңыздар. Тамашалағандарыңызға рахмет. Бұйыртса әлі талай-талай қызық видеоларды назарларыңызға ұсынатын болам. Сәл шаршаңқырадық. Суды алып шықпаппыз өзімізбен бірге. Шөлдеп қалдық. Оның үстіне деректі фильм түсіріп жатырмын. Жәнібектің Қазақ стайлдың жекпе-жекке дайындығын. Бұйыртса оны жекпе-жектен кейін мүмкін осы май айының соңында назарларыңызға ұсынатын шығармын. Бірақ осы жақтан тамаша съемкалар болды. Тау тасты аралап жүріп, секіріп жүріп, біраз әдемі кадрлар түсіруге тырыстық. Оны бөлек форматта өздеріңізге ұсынамыз. Әзірге осы, шаршамаңыздар, сау саламат болыңыздар.